Менің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір-құлаққа да жағымды, әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтейше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайды. Әттең, қолдан келсе табанда өзгертіп, әдем аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалың нешік? Сен қызылшақа болып жүргекте жатқанда сондағы ақмақтығыңды пайдаланып, әке-шешең немесе шілдеханаға келіп туылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Өскенбайдың баласына тың жыртар деп ат қойған секілді, өзге қызу жұрт сол арада ду қостап, осы болсын баланың аты, осы болсын мұнан жақсы атты дүниені шырқ айналсақ та таппаймыз дескен. Міне сол күннен, сол мезеттен бастап әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайыңа шапталған да қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың, ұнатпасаң да мойныңа іліп жүре бересің. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген, осы дұрыс емес пе? Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей, істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар, пәлендей айдық ат емес. Шынын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретін секілді, бертін келе Қожа бергеннің бергені түсіп қалыпты. Бұл құбылыстың дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып ешкімде айтып бере алмайды. Сонымен мен өзім ес білгелі Қожамын. Ауыл аймақтың бәрі солай атайды. Біз бір сыныпта 2 Қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өңімізге қарап мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп атайды. Әуел баста мен бұған да шамданып қалатын едім, бірақ жүре бара құлағым үйреніп дағдыланып кеттім. Қара Қожа дегендерге әу деп жалт қарайтын болдым. Жантас тәрізді құлжақтар осының өзінде дұрыс айтпайды. Әдейі бұзып, келемеждеп, Қара Қожа деудің орнына Қара Көже дейді. Мен байқамай қалып әу деймін. Бірақ бұл қылығы үшін бейшараның обалы нешік? Тиісті сыбағасын менен талай рет алды. Фамилиям Қадыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда, менің олардан ала бөтен жырылып шыққаным жарамас дедім де, Қадыровқа қайтып келдім. Қадыр менің әкем. Эх, шіркін, дүние-ай десеңші. Әке деген сөзді айтқанда, жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар менің әкем өйтті, менің әкем бүйтті, менің әкем ананы сатып әперетін болды, менің әкем мынаны сатып әперетін болды деп мақтаныш етіп жатады. Ал мен болсам, әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда мен 2 жастамын. 2 жасар ақымақ не білет, не түсінет. Сол кеткеннен Абзал әкем мол кетті, оралмады. Эх, қайран әкем, сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан көрі басқадай боларым едім. Кім білет, жер әлемді шулатып сотқар Қожа атанып жүргенім әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері кейде жарықтық, әкем анандай еді, әкем мынандай еді деп еске алып армандап отырмай ма? Кейде Милат мамам әкемнің суреттерін ақтарып қарап отырады да, мұңға батып бір түрлі егіліп кеткендей болады. Кірпігі жасқа шыланады. Мен сол кезде маматайымды керемет аяп кетем. Бірақ аяға мен не пайда? Білем, сезем неге күйзелетінін. Сөйтіп, мен сендерге өзімнің аты жөнімді айттым. Ал көркем шығармада кейіпкердің кім екені аталып қана қоймай, сырт бейнесі қоса сипатталатын дәстүр бар ғой. Енді соған көшейін. Тоқтаңыз, бұл үшін әуелі өзімді өзім айнадан байыптап қарап алайын. Мынау, міне, мұрыным. Әжем кейде менің атымды атамай, тәмпіш неме дейді. Оның айтқаны ыпырас екен ғой. 2 танауыма 2 саусағым еркін сыйып кетерлік. Қос ауыз мылтықтың аузындай үңірейіп тұр. 2 шекемнің шығын қылығы болмаса, басым қарбыз тәрізді доп-домалақ, тап-тақыр. Шашымды Әубәкір шал кеше ғана ұстарамен сыпырып алып тастаған. Ох, менің шашым. Осы ауылда оны алуға жарайтын бір ғана ұстара бар. Ол Әубәкірдікі. Оның өзі де алғаш салған бетте тұтқырланып жүрмей қалады.
Шашымды әр алған сайын Әубәкір мені бірінші рет кездестірген адамдай таң қалып бітеді. Япыр-ай, мұндай да шаш біте береді екен-ау. Мынау шаш емес, тікенек қой, тікенек. Мінезіңнің шатақтығы осыдан ақ көрініп тұр. Сипатталмаған енді нем қалды? Қаралығым да әуел бастағы айтқанмын. Сол жақ құлағымның астына таман бір түйір қалым бар. Патшағардың бітпейтін жерге бітуін қараш. Одан да бетімнің ұшына таман болсашы. Сонда әдемірек көрінер медім. Бір азуымды былтыр. Жә, оны айтудың қажеті де болмас. Кімнің тісін құрт жемейді дейсің? Және ол былай қарағанда көрінбейді де. Ал бойымды біреулер орта бойлы дейді. Әжем болса әкең тәрізі сұңғақ боласың дейді. Кімдікі рас екен Құдайым білсін. Өткен күзде мектепте дәрігер қара бөлшегенде 139 сантиметр шыққан едім. Егер шашым болса 140 шығуым сөзсіз еді. Тақырбас жүргенінің осындай залалы да бар. Жасым 12-де, 5-ші сыныпты бітіріп отырмын. Жолдама жайында. Таңертеңгі шайымды ішіп алғаннан кейін аяңдап мектептің спорт алаңына қарай келе жаттым. Қолтығымда добым бар. Біздің Спартак кеше қайраттықтардан 7-де 5 болып ұтылған еді. Бүгін оларды қалайда жеңуіміз керек. Команданың капитаны ретінде соған қатты ширығып, іштей дайындықпен келе жатырмын. Мектептің қасында Жантас ұшыраса кетті. Қолына мөр басылған бір жапырақ жазулы қағаз бар. Соны шертіп қойып, «Қара көже, мынаның не екенін білесің бе?» дейді. Ол не? Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық, ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылға қалатын болдың. Тілінің қыршаңқылығы үшін Жантасты мытып алғым келіп, бір тұрдым да әуелі жолдама жайын тиянақтамақшы болдым. Оны саған кім берді? Кім беруші еді? Майқанова апай берді. Бірақ сен жоқсың тізімде. Неге жоқпын? Жантастан Майқанованың қайда екенін сұрап едім, мектепте деді. Бұдан былай біреуді келемештеп сөйлеудің қандай екенін білу үшін Жантасты мұрынға сырт еткізіп бірді шерттім де жүгіре жөнелдім. Сол бойда екпін деген қалпыммен мұғалімдер бөлмесіне алқынып кіріп бардым. Майқанова бірдеңе жазып жалғыз отыр екен. Маған басын көтеріп алып таңырқаған кейіппен қарады. Не болды? Не болды, Қадыров? Лагерге жолдама беріңізші маған. Саған бұл жол жолдама берілмейді. Екінші кезекте барасың. Неге? Неге болушы еді? Барлық оқушыға бірден жетіспейді. Ал екіншіден, ең әуелі біз лагерге үлгілі, тәртіпті оқушылар жібереміз. Жантас немене? Менен артық болғаны ма? Майқанова екі бүйірінен біреу қысып қалғандай еңсесін кілт көтеріп алды. Сен немене? Менің терге келіп тұрсың ба? Майқанованың көкшіл көзі шатынай бастады. Оның бір ашуланса шапылдап, жуық арада толас бермейтінін білем. Бермесеңіз қойыңыз, дедім де, жалт бұрылып, есікті бар күшіммен тарс жауып, жөнеле бердім. Осындай әділетсіздікке қаның қалай ғана қайнамайды. Жантас біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап, сыпсыңдағыш, өзі тақтаға шыққанда көрінгенге құлақ тұрғыш Жантас үлгілі оқушы болғаны да, мен үлгісіз болғаным. Менің сабақ үлгеруім одан көш ілгері екені, екпінділігім ешқандай есеп емес. Соңымнан лесе шықты Майқанова. Қадыров, бері кел. Бұрылып та қарамадым. Қадыров, есіктен жүгіріп шығып кеттім. Турникке сүйеніп жылмия қарап Жантас тұр. Зығырданым одан бетер қайнап кетті. Немене, жолдама алдың ба? Деді сиқырланып, жолымды тосқауылдай қалыпты. Алдым дедім. Кәне, көрсетші. Сарт еткізіп танаудан тағы бірді шерттім. Міне. Түстен кейін төсегімде демалып жатып ойға қалдым. Бағана Майқановаға істегенім тұрпайлық болдау деймін. Әрине, Жантасқа жолдама беріп, маған бермеген оныкі де әділдік емес. Ызамды осы келтірді. Дегенмен Майқанова мұғалім, сынып жетекшісі. Жоқ, қазір оқу кез емес қой, каникул. Ол маған не істей алады? 3 айға дейін кім бар, кім жоқ. Мүмкін жаңа оқу жылында біздің сынып жетекшіміз басқа біреу болар. Онда мен Майқанованың шеніне де жолай қоймаспын. Өмір дегенді ойлап отырсаң қызық нәрсе. Бірі мен бірінің қалайда тұзы жараспайтын кереғар жаралған адамдар болады. Майқанова екеуміз соның дәл өзі секілдіміз. Біздің кикілжіңіміз күзде, ол осында мұғалім болып келген бетте ақ басталды. Былай болды. Жаңа оқулықтар, дәптерлер сатып жатыр дегенді естідім де, әжемнен ақша ала салып замғап дүкенге келдім. Рас сатып жатыр екен. Бірақ адам деген лық толы. Кезектің соңы далаға шығып кетіпті. Қайтсем екен деп біраз ойлап тұрдым да, тәуекел деп ішке кезексіз кірмекші болдым. Өйткені соңындағыларға жетпей қалатын азабы да болушы еді. Сонан соң көрінгеннің оқулығына мінгесіп жалынасың да жүресің. Бұл күн емес. Өзге ештеңең болмаса да әуелі оқулықтарың сай болсын. Мен былай деп мақалдаған болар едім. Оқулығы сай бала, көңілі жай бала.
Сығылсып есіктен енді кіре берсем, бойы менің бойымдай ғана тықылдаған бейтаныс көк көз келіншек алдымды тосқауылдап жібермейді. Қайда кимелеп барасың, кезекке тұр дейді. Осы арада тілі құрғыр өтірікті менің еркімнен тыс айтып салды. Мен оқулық емес қант аламын дедім. Өйткені дүкеннің арғы азық-түлік сататын бөліміне қарай адамдар еркін өтіп жатыр. Көк көз келіншек мені жіберді. Мен сыр бермейін деген оймен әуелі қант сататын жаққа өтіп кеттім. Бірақ қанттың қазір маған түкке керегі жоқ. Маған қажеті 5-ші сыныптың оқулықтары. Дүкен сөресін жағалап адамдардың арасымен ептеп кітап сатып жатқан жаққа қарай сырғи бастадым. Енді бір ұмтылғанда жетіп те қалатын едім. Кенет әлгі көк көз келіншек желкемнен бүріп ұстап, сен адасып барасың, қант ана жақта сатылады деді. Сіздің не шаруаңыз бар, қоя беріңіз деп жұлқынып қалдым да дүкен сөресіне бірақ барып жеттім. Көк көз келіншек сатушыға дауыстап жатыр. Анау сұр кепкалы балаға бермеңіз, ол кезексіз кіріп кетті. Ол бұл сөзді айтып үлгергенше, Қожекең сұр кепканы қойынға сүңгітіп жіберіп, тақырбас қара бала болып шыға келді. Балалар ананы-мынаны сұрап азан-қазан болып жатқанда, мен ләм деместен сақ еткізіп 50 сомдықты сатушының қолына ұстата салдым. Сөйтіп қажетті оқулық дәптерлерімді бір құшақ етіп алып шыға бердім. Есік алдында көк көз келіншек иығымнан қатты ұстап, қолым мұндай қатты болар ма? Ой, ұятсыз, қай сыныпта оқисың деп бір жұлқып қалды. Мен оған жөнімді айтып жатармын. Бірнеше күн өткеннен кейін оқу жылы басталды. Мәс саған керек болса, әнеугі маған дүкенде жекіретін көк көз келіншек тыпың-тыпың етіп қағаздарын қолтықтап біздің сыныпқа кіріп келе жатыр. Қожекеңнің сол мезет қандай күйге түскенін көрсеңіз. Бірақ бойымды тез жиып ала қойдым да сыр бермеуге тырыстым. Мүмкін ол мені танымас деп ойладым. Жаңа оқытушы бізді оқу жылының басталуымен құттықтады, өзін таныстырды. Сәбира Майқанова, мен сендерге қазақ тілінен сабақ беремін және сынып жетекшілерің боламын деді. Соңғы сөзі Қожекеңді тағы бір сілкіп алды. Ал бәлем, сақтана бер дегендей болдым өзіме өзім. Майқанова бір-бірлеп тізім бойынша оқушылармен таныса бастады. Кезек маған келді. Қадыров. Мен. Майқанова тесірейе қарап тұрып қалды. Біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Мен еріксіз жымиып күлдім. Мүмкін. Мен сенімен әлі сөйлесемін дегендей Майқанова. Отыр деді зілді дауыспен. Міне осыдан кейін Майқанова маған қымс етсе қаһарын тігіп тұратын болды. Қанша рет қыс бойы директордың алдына сүйреп алып барды. Ақыры жыл аяғында тәртібіме де 4-тік баға қойып отыр. Осының бәрі мені әрине ашуландырады. Ағаттықтың азабы. Келесі сабақта қайсың бақа ұстап әкелесіңдер деп сұрады зоология пәнінің мұғалімі Оспанов. Мен әкелем дедім. Қадыров, сен әкелесің, ұмытып кетпе бірақ. Ағай, неше бақа әкелейін? 1-2 әкелсең жетеді. Мен 1-2-дің орнына тіс порошогінен босаған қаңылтыр қобдишаға толтырып 5 бақа әкелдім. Оның біреуі ғана үлкендеу еді де, басқалары кішкентай ұсақ бақалар болатын. Бірінші сабақ қазақ тілі. Сыныпқа Майқанова кірді де, сынып журналы мен сумкасын менің алдыма үстел үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Қоңырау әлі бола қоймаған. Сол кезде сап етіп басыма бір қызық ой келе қалды. Кішкентай бақаның бірін Майқанованың сумкасына сүңгіттім де жібердім. Не болар екен? Қоңырау соғылды, сабақ басталды. Тізім шақырып болғаннан кейін Майқанова сумкасын ашып, қол орамалын суырып алды. Сол кезде кішкентай қара сұр бақа қол орамалмен қоса секіріп шығып, секемшіл мұғалімнің қолының дәл үстіне қонбасы бар ма? Майқанованың шаңқ еткен дауысы бірақ шығып үлгерді. Өңі құп-қу болып сылқ етіп құлап бара жатыр. Майқанова содан сабаққа 2 күн бойы келмеді. Шошынып ауырып қалыпты. Жұмысқа бүгін ғана шығып отыр. Бүкіл мектепті даңғаза қылған бақа оқиғасының мән-жайы міне осындай. Көз байланып кетті. Жоңышқаның төбесінде дөңбекшіп әлі жатырмын. Не істеймін? Қалай көрінемін мамама? Әр нәрсенің шегі бар. Мен қашанғы жата берейін? Тәуекел деп үйге кірмекші болдым. Қораның арт жағынан түсіп, үстімнің шөбін қағып, бойымды тәртіпке келтіріп алдым. Жүрегім лүп-лүп етіп алқымыма тығылады. Есікті аша бергенімде тынысым мүлде бітіп, жүрегімнің соғуы тоқтап қалғандай болды. Сол кездегі келбетім көлденең көзге тірі әруақ тәрізді қыбырлаған бірдеңеге ұқсар деймін. Ауыз үйден әжем ұшырасып, сен қайда қаңғып жүрсің? Шешең келді деп төр үйді нұсқады. Сонан соң құлағыма сыбырлап, байқа, шешең саған ашулы деді. Төр үйге кірдім. Мамам киімшең күйі өз төсегінде бір уыс болып әрі қарап бүк түсіп жатыр. Мамам жауап қатпады. Мен жақындай түсіп, оның уысында көзіне басып алған қол орамалы бар екенін көрдім. Жүрегімді біреу ұстарамен тіліп жібергендей болды. Мама, сен жылап жатырмысың?
Мамам басын жайлап көтерді де маған қарай бұрылды. Жасқашыланған қоңыр көздері біртүрлі бөтен, суық. «Я, жылап жатырмын», деді ол. Дауысы қарлығып бітіп шықты. «Қайтейін жыламай. Құдай бағын ашпаған мен сорға жылаудан өзге не бұйырған? Қу жалғыз сенің ақ күйігіңді тартып өлетін болдым ғой. Осы сен не боп барасың күннен күнге? Бұл не сұмдық? Жүрген жеріңе шөп-шық бағыр боп барасың ғой. Ұялмайсың ба бір мезгіл елден жұрттан? Қу жалғыз-ау, айтшы, не болды мұнша саған бұзылып? Өлтірдің ғой мына сорлы анаңды. Неге тыныш жүрмейсің? Осы саған не жетпейді?» «Маматай, қойшы, ендігәрі». Мамам менің жалбарына созған қолымды қағып жіберді. «Жулама, мама деуші болма мені. Құдайдың сендей бала беріп азапқа сап қойғаннан қу бас тастағаны артық еді ғой. Қойшы, маматай, ең соңғы рет кешірші, ант етемін». Мамамның тізесін құшақтай жығылған қалпым еңіреп жылап жібердім. Түбінде адам болатын балам. Жұмыр жер күндегі дағдысы бойынша тынбастан зырлап кіндігін және бір айналып шықты. Тарих тағы бір тәулікке ұзарды. Осы бір тәуліктің, яғни 24 сағаттың ішінде мынау ығы-жығы күнәһар дүниеде кімнің басынан не көшіп үлгермеді дейсің? Қанша адам өмірге жаңадан келіп қосылды, қанша адам оларға орын босатып, о дүниедегі мәңгілік мекендеріне сапар шекті. Осы бір тәуліктің ішінде қаншама бақытты кеудеде қуаныштың оты маздап жанбады. Қатал тағдыр қаншама басы жұмыр пендесін қайғының қара суығында бүрсеңдетпеді. Осы соңғы топқа мен де қосыламын. Мен өзімнің 13 жыл өмірімнің ішіндегі ең бір қатыгез күнді бастан кештім. Тыста қараңғы, ауыл үсті тыныштық. Ақымақ иттер ғана әр жерден әуп-әуп етіп үріп басылады. Көшенің басынан бір ит шәу ете қалса, соңынан оған басқа бір ит үн қосады. Сонан соң үшінші, төртінші иттер әупілдесіп, «О не боп қалды» дегендей, ауылдың бүкіл үйді улап-шулап кететін сәтте болады. Оның ішінде айбарынан да айғағы көп, шіңкілдек күші күндері, маң төбеттердің қарлыққан қалың дауыстары, бәрі аралас. Бейбереке түргенді, тақымнан үндемей келіп ала түскенді қашан қояр екенсіңдер? Мамам екеуміз мектепке педсоветке келе жатырмыз. Күздің салқын кеші тоңазыда ма, жоқ әлде үрейленуден бе, іші бауырым қалтырап келеді. Мектептің алдында біреу шылым шегіп тұр. Мен оны көкшіл аспан айнасындағы келбетінен анадайдан таныдым. Ахметов. Галифе шалбар киген, жіңішке аяқтары сидиып, шашы қақ жарыла желбіреп қаздиып тұр. «Сізді күтіп отырмыз», деп мамамды қолтықтап дереу ішке әкетті. «Маған өзіміз шақырамыз, осы арада күте тұр», деді. Саябанға көтерілдім де, сол арадағы тақтай орындықта тосып отырдым. Осы кезде үй пұшпағынан біреудің келе жатқан тысыры естілді. Тырп-тырп басқан аяқ дыбысына тық-тық қадалған таяқ үні қабаттасады. Көп ұзамай аяқ пен таяқтың қожасы да көрінді. Мектеп күзетшісі Сайбек қарт. Сайбек кілт тоқтай қалып, шекарадағы сақшыдай қатал үн қатты. «Бұл кім?» «Мен ғой ата». «Менің кім?» «Мен, қожамын». «Мұнда не қылып отырсың?» «Педсоветке келдім». «Онда сенің не шаруаң бар?» «Мен жөнінде мәселе қарап жатыр». «Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме?» «Директор етеміз дейді». «Онда тіптен жақсы, жалақың көп болады». Сайбек менің қасыма келіп отырды. «Әй қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң директор түгіл одан үлкені боласың. Бірақ оған тартпағансың. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның тиын емес, теңге емес, бақандай бір қарасы жүр. Қалай дейсің ғой? Міне былай. Алғаш колхоздасқан жылдың күзінде мен оның келіскен бір жорға күрең аты бар едім. Ол кезде жұрттың көбі қаражаяу, соны диірменге мініп барып сазға батырып өлтіріп қойдым. Суып қаңсып тұрған атты суармай отқа қоям деп өзімнен болды. Аяқ шідерлеулі еді. Су ішем деп барып оппаға түсіп кетіпті. Ертесінде қарасам, суға сүңгіген үйректей арт жағы ғана көрініп тоңқайып жатыр. 10 шақты жігіт жабылып арқан сап әрең суырып алдық. Міне, басқа біреу болса соны қыңқ еткізбестен төлетіп алар еді ғой. Ал Қадыр марқұмның кеңпейілдігі соншалық, «Сіз қасқып өлтірген жоқсыз ғой, ажалы солай тура келген шығар» деп үнсіз қоя салды. Міне, әкең осындай парасатты, ақылды жігіт еді. Сайбек осын айтты да сәл ойланып барып, «Ал сен ғана емес-ау, қазіргі осы оқып жүрген балалар көбің ақымақсың» деді. «Неге дейсің ғой? Ақымақ немене, тәртіпті жүр, оқуыңды жақсы оқы, адам бол десе, сендер соның бәрін керісінше істейсіңдер». Осы кезде іштен Оспанов шығып, «Қадыров, қайдасың?» деп дауыстады. «Бар әне, шақырып жатыр». «Әй, сотанағым». Директор кабинетіне осы мектепте бір оқушы ең көп бас сұқса, сол мен болармын деймін. Майханова талай сүйреп әкеп, ендігәрі қой аузынан шөп алмай жүруге талай рет уәдемді берген үйреншікті орын ғой.
Бірақ бұл жолы мен мұнда шын мәнінде күйзеліп тебіреніп кірдім де босағадағы суық голлам пешіне сүйеніп тұрып қалдым. Төрде сарғыш шашы қағайырлы желбіреп Ахметов отыр. Түсі өрт сөндіргендей қасының арасындағы қатарынан тіке тартылып түскен екі сызық әдеттегіден де терең де қалың. Берекел, деді ол, қолындағы автоқаламымен бөлменің ортасын нұсқап. Алдымда қақпан құрулы тұрғандай жыбырлап бір-екі аттадым. Екі жақ қабырғада тізіліп отырған мұғалімдердің барлық көзі жан-жағымнан найзадай түйреп қадалып барады. Әсіресе оң жақта директорға таман отырған Майқанованың сұсы қаталды, сұрапыл көрініп кетті. Қадыров, сені біз мұнда не үшін шақырып отырмыз, білесің бе? Деді Ахметов. Білемін, дедім. Не үшін шақырып отырмыз? Тәртіпсіздігім үшін шақырып отырсыздар. Екі-үш жерден мырс етіп күлген үндер естілді. Сені мектеп өмірі тойдырды ма? Бұдан былай оқығың келмей ме? Деп сұрады Ахметов. Жоқ, оқығым келеді. Ендеше неге қоймайсың тәртіпсіздікті? Ахметов неге деген сөзді бар даусымен шегелей айтып, үстелді үлкен ауыр алақанымен сарт тұрып, ұшып түрегелгенде мен ғана емес, бүкіл отырғандар түгел селк ете қалды. Қоямын енді, кешіріңіздер. Бұл нешінші? 100-ші рет уәде беруің бе? Деп киіп кетті Майқанова. Бұдан былай ешқашанда тәртіп бұзбаймын. Менің қазіргі талқыға салып отырған тәртіпсіздік қылықтарымның қай-қайсының да себебі бар еді. Қазды атқан мен емеспін, Сұлтан. Ал бақаны мен сумкаға Майқанова талып жығылып қалсын деп, оның соншалық шошымал адам екенін біліп салған жоқпын. Тіпті бұның ақыры не болады деп ойлап та жатпадым. Салғым келді, салдым. Осындай бір ақмақтық кейде ақылға мұрша бермей дедектеп әкететіні бар. Істеп алып соңынан бармағыңды тістейсің. Осының бәрі осылай бола тұрса да, өзімді ақтап бір ауыз сөз айтпадым. Ақталудың тіпті қисыны бар ма? Бәрін мойындадым. Бар айтқаным, кешіріңіздер. Соңғы рет тағы бір кешірім жасап, сынап көріңіздер. Бұдан былай қарай тәртіпсіздік істейтін болсам, қандай жаза қолдансаңыздар да ризамын. Жоқ, Қадыров түзелмейді. Ол уәдесін бізге талай берген. Қадыровты оқудан шығару керек, деді Майқанова. Маңдайдан буым бұрқырап есік алдына шықтым. Сәйбек көрінбейді. Омырауымды ағытып, желпініп ойланып тұрмын. Не деп шешер екен? Мектептен шынымен ақ шығара ма? Онда не істеймін? Қайта барып есіктегі кілттің орнына құлағымды тосып, мұғалімдердің не айтып жатқанын тыңдағым келеді. Әрине, Майқанова мені құрту, оқудан шығару жағында болар. Ал басқа мұғалімдер не айтады? Анфиса Михайловна, Оспанов, Дәуірбаев. Бұлар мені жақсы көретін мұғалімдер емес пе? Ахметовтың өзі де осыдан 10 шақты күн бұрын ғана аудандық оқу бөлімінен келген инспекторға мені мынау біздің мектептің ақыны, болашақ Сәбит Мұқановымыз деп дәріптемеді ме? Сөйте тұра, мені оқудан қалайша шығарады? Есікке барып тыңдағаным жарамас. Мұғалімдердің біреуі шыға келуі мүмкін ғой деген оймен үйді айналып педсовет өтіп жатқан бөлменің терезесіне келдім. Үйдің бұл ойпаң тұсы, фундаменті биік. Терезеге бойым түгіл ұсынсам қолым әзер жетеді. Форточка ғана ашық тұр. Не сөйленіп жатқаны күмбірлеп жөнде естілмейді. Терезенің тұсында мектептің бағы бар. Осыдан 5-6 жыл бұрын өз қолымызбен отырғызылған қайың теректер бұл күнде қолдың саласындай тізіліп, асқақтап тұр. Шарбақтың көп кетігінің бірінен зып беріп осы баққа кірдім де, бір теректің басына маймылша өрмелеп шығып алдым. О, бұл арада мұғалімдер үйінде не болып жатқаны сайрап көрінеді. Әне, Ахметов сөйлеп тұр. Екі қолын кеңінен сермеп, ара-тұра жұдырығымен үстелді ұрып та қояды. Басын біресе оңға, біресе солға бұрып сөйлейді. Егер мен оның желкесінен қарап отырмасам, не айтып жатқанын мүмкін емеурінен түсінген болар едім. Ахметовтың сол жағында Оспанов үстелге жабысып алып сүйкетіп жазып жатыр. Бас алмай жазуына қарағанда тегі мәжіліс хат жүргізіп отырған болар. Осындай да осындай, пәленші жылы, пәлен айдың, пәлені күні, пәлендей бір мәжіліс болды. Онда 6-шы сынып оқушысы Қожа Қадыровтың тәртіпсіздік қылықтары туралы арнайы мәселе қаралып, пәлен-пәлендер сөйлеп, мынаны айтты. Бірнеше адамның қолтаңбасы қойылып бекітілген осы мәжіліс хат қатырма тысты жуан папкалардың біріне тігіледі де тарихқа жөнелтіледі. Архивтің алтын қорына айналады. Зырғып жылдар өтеді, дәуір көшіп, заман өзгереді. Мен жөнінде жазылып жатқан осы мәжіліс хаты күндердің бір күнінде әдебиет зерттеуші ізшілердің бірінің қолына түседі. Сонда ол жерден жеті қоян тапқандай қандай мәз болып қуанады десейші. Газеттерге еңсеміз деген әріптерімен дүрілдетіп хабарлар басады. Атақты жазушы Қожа Қадыров жөніндегі жаңа деректер, кітаптар жазылады мен жөнінде, кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалады. Қадыров Қожа және оның ұстаздары, Қадыров Қожа және Майқанова, Қадыров Қожа және Бақа оқиғасы,
Қадыров қожа және қаз оқиғасы. Әдебиеттану ғылымының шалқар қорына мұншалық бағалы қазынаның қосылуына сонда осы жазылып жатқан мәжіліс хат мұрындық болады. Оспанов ағай, сіз сондықтан да асықпай саспай тыңғылықты етіп жаза көріңіз. Тарих үшін қандай ұлы жұмыс атқарып жатқаныңызды біліңіз. Бұл айтылғандар менің басыма кейіннен келген ойлар еді. Ал қазір қонақтаған қарғадай ағаш басында сикейіп отырып, қиырдағы келешекті шарлап қиялданбай қалайын ба? Осы сәттегі менің назарым да, ойым да мұғалімдер бөлмесіндегі көріністе. Ахметов әлі сөйлеп тұр. Мылқау фильм тәрізді, мен оның қимылын ғана көремін. Сөзі естілмейді. Бірақ соның өзінен де не айтып жатқаны аңғарылатын тәрізді. Әне, ол үстелді тағы бір қойып қалды. Түсінікті. Бұл бұзақыны мектептен қуу керек. Ахметов сөзін бітіріп отырды. Мамам түрегелді. Балажан, байғұс анам, мен үшін отқа да, суға да түседі шырылдап. Оның қазіргі кейпі, айналайындар, баламды оқудан шығара көрмеңдер, тағы бір жолға кешірім жасаңдар деп жалбарына сөйлеп тұрған тәрізді. Мен мамамды ғажап аяймын. Ойпыр-ай, неге мұндай тынымсыз сотанақ болып тудым? Темір секілді жер қозғалса да қозғалмайтын, маңқиып жайына жүретін момын болып неге тумадым? Майқанова сөз алды. Оның не айтатыны маған былай да белгілі. Қадыровты шығару керек мектептен. Мұндай баугеспе оңбағанға біздің тату ұжымымыздың арасында орын болмауға тиіс. Отырғандардың бәрі күлді. Тісі жарқырап мамам да езу тартты. Неге күледі? Иығы селк-селк етіп, Анфиса Михайловна басқалардан өзгеше емес. Мысыққа ойын тышқанға өлім деген осы да. Тағы да мамам тұрып, басын изеп, мақұлдап бірдеңе айтты. Шығарсыңдар, шығарыңдар мектептен. Кетсін қаңғып, менің де жүйкемді жүн етіп, құртып бітті бұл оңбаған. Сөйлеушілердің не деп жатқанын мен өзімше осылай жорамалдаймын. Педсовет аяқталды. Жұрт тарай бастады. Мен ағаштан тезірек түсіп кетпекші болып едім. Бір бәтеңкем екі бұтақтың арасына кептеліп қалып шыға қойсыншы. Жұлқи тартып қалғанымда мәссаған табаны дыр етіп қақырап түсті. Мұғалімдердің алды тысқа шығып та үлгерді. Дымымды ішіме бүгіп, теректің діңіне жабысып қаттымда қалдым. Ахметов пен Майқанова оқшауланып бермен қарай бұрылды. Екеуі мен тұрған теректің тура түбінен өтіп бара жатыр. Қадыров түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Оты бар, деп қостады Ахметов. Екеуі бұлай ұзай беріп, мен жөнінде тағы бірдеңелерді сөйлесіп кетіп бара жатты. Бірақ мен анықтап ести алмадым. Әлгі естігенімнің өзі қолқа жүрегімді солқ еткізгендей әсер қалдырды. Мен Майқанованы қас дұшпаным санап жүрсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтап бара жатқаны қалай? Абайқын тап солай деді. Міне жұмбақ. Құпия кеңес. Кешкі астан кейін төр үйге кіріп үстел шамды жақтым да сырттан ештеңе көрінбестей етіп терезе перделерін түсірдім. Бұрышта кісі бойы үлкен айна тұр. Үстелімді соның дәл алдына тақап қойдым да дүниені шулатып сойқандап жүрген қылмыскер қожамен бетпе-бет келіп отырдым. Қадыров қожаның жеке бас құпия кеңесі ашық деп жариялаймын. Күн тәртібінде бірақ мәселе. Тәртіпті үлгілі оқушы болу үшін мен бұдан былай не істеуім керек? Күн тәртібін протоколға мәнерлеп жаздым да қылмыскердің жүзіне қарадым. Ал сөйле батырым, ол арсыз бұның бәрін қалжың деп ойлайтын болуы керек. Күледі маған қарап. Көзін бағжайтып, ернін шығарып, аузын қисайтып, келекелейді өзімді. Оның бұл қылығына менің ызам келіп, ашуым қайнап кетті. Қабағымды тарс түйіп, Ахметовке еліктеп, үстелді тарс еткізіп қойып қалдым. Түрегел. Батырыңа жан керек, ұшып түрегелді. Отыр. Қайта отырды. Неге шақырдың, қожатай? Деп әжем кіріп келе жатыр. Шақырғам жоқ, әрі барыңыз. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Кеңесі несі? Кеңес деген не екенін түсінбейсіз бе? Жиылыс өтіп жатыр. Әжем бір сәтке аңырып, үрке қарап қалды. Әкем-ау, мынау не айтады? Жиылысы нес? Үстелді айнаның алдына неге қойдың? Ту, жарықтығай, деп кейдім мен. Өзіңізге тиісті емес нәрседен не шаруаңыз бар? Мен құпия кеңес өткізіп жатырмын. Өзім туралы мәселе қарап жатырмын. Сізге қатысуға болмайды. Әжем менің қасыма келді. Шарасы қызғылттанып, жасаураған қоңыр көздері өңменімне өтіп барады. Қожатай, шыбыным, сен бисмилла деші, шыбыным. Түнде де ұйықтап жатып, жиылыс ашық талқылаймын деп бірдеңелерді айтып шығып едің. Шошымалданып жүрсің ғой деймін. Бисмилла деші. Ыза болғаным соншалық бисмилла деп нығарлап 3 рет айттым. Болды ма? Жоқ, тағы айтайын ба? Шыбыным, жалғыздан жалғыз отырып та адам жиылыс өткізем екен. Түн болса сарылып көп оқисың. Осы сенің ұйқың қанбай жүрау деймін. Мен орнымнан ұшып түрегелдім. Айналайын әжетай, барыңызшы, бөгет жасамаңызшы.
Тартыншақтағанына болмай әжемді шығарып жібердім де есікті іліп алдым. Құпия кеңес 1 сағаттай уақытқа созылды. Ақыры төмендегідей тұжырымға кеп, бір ауыздан қаулы қабылданды. Қаулы: Қадыров қожаның жеке бас тәртібіне байланысты мәселені талқылай келіп, құпия кеңес мынадай қаулы алады. Бірінші, тәртіпсіздік кісіні жексұрын етіп көрсетіп бітеді екен. Оған әбден көзім жетті. Әрі бұл адамның келешегі үшін зиян. Сондықтан қалай еткенде де тәртіпті болуым керек. Ол үшін бұдан былай ешкімге тиіспей жайыма жүремін. Досым болсын, қасым болсын, бейбіт, қатар өмір сүруге тырысамын. Ескерту: егер тиісуші мен болмай басқа болса, оған аулақ жүр, жақсылық көрмейсің деген тәрізді ескертпелер жасауым керек. Онда да тыңдамай баса көктеп келе жатса, мұндай жағдайда қажет деп тапсам, қолды жұмсау арқылы қорғануға еріктімін деп санаймын. Осыдан былай ешқандай тәртіпсіз, тұрпайы сөзді аузыма алмаймын. Үлкенді аға, кішіні іні деп тұрам. Екінші, әрбір тәртіпсіздік қылығым үшін дер кезінде аяусыз жазаланып тұруым тиіс. Жазаның түрі төмендегіше болады. Егер біреуге өзім тиісіп, шатақтассам, ол күні бір мезгіл ас ішпеймін. Біреуді жазықсыз тілдейтін болсам, кезекті демалысымда ешқайда қия басып шықпаймын, үйде отырам. Өзімді үйге қамаймын деген сөз. Сабақ үстінде тыныш отырмағандықтан мұғалімнен ескерту еститін болсам, ол жолға үзілісте тысқа шықпай, орнымда отырамын. Егер біреу-міреудің лақ қозысы, тауық, қазы, иті біздің үйдің маңына жолап кетсе, аямай таспен ұрып қуалайтын жыным бар. Алмастың қызыл қоразын сөйтіп өлтіріп қойдым. Бұным да жарамайды. Жай айдап жіберуіме де болушы еді ғой. Ендігәрі бұндай қылықтарым қайталанса, жоғарғы тауық базаға демалмастан 2 рет жүгіріп барып келем. Үшінші, Сұлтанмен жолдастық қарым-қатынасым бұдан былай үзіледі. Ол екеуміздің сертіміз бүгіннен бастап күшін жояды. О дүниедегі қызыл ошақ жайына келетін болсақ, мені тозақ оты сескендіре алмайды. Төртінші, сабақты жақсы оқу үлгілі оқушының бірінші белгісі. Мен осы 90-ның ішінде қалай еткенде де озат оқушылардың қатарына қосылуым керек. Ол үшін сабақтан 1 сағатта себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы мезгілінде орындап отырам. Бесінші, жоғарыда қабылданған міндеттемелердің мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету үшін күн сайын ұйықтар алдында өзіме өзім есеп беріп, жақсы жаман қылықтарымды осы дәптерге тізіп жазып отырамын. Осы айтылғандарды жүзеге асыру мен үшін ұлы сын. Егер осы сыннан өте алмайтын болсам, онда маған бұдан былай оқу оқып қажеті жоқ. Анам байғұсқа күйігімді тартқыза бермей, адам болатын басқа бір жолды іздеп жоғалуым керек. Қаулы бір ауыздан қабылданды. Осы кезде ауыз үйден тысырлаған аяқ дыбысы, біреулердің сөздері естілді. Есікті тартқылап қаға бастады. Қожатай, аша ғой шыбыным. Түрегеліп барып есікті аштым. Әжем мен Әубәкір шал тұр. Көзқарастары біртүрлі үрейлі, жұмбақ. Салам алейкум қария. Саламат бол балам. Сен немене жападан жалғыз есікті іліп алып отырғаның? Жайша сабақ оқып отырған ғой. Қожатай, мына атаңа тамырыңды ұстатшы шыбыным, дейді әжем. Шошып қалдым. Неге? Не бопты? Түнде ұйқысырап сөйлеп шығып едің, кім біледі? Мына атаң ұстап көрсін тамырыңды. Өңіңде біртүрлі балбырап тұрған тәрізді. Мен еріксізден күліп жібердім. Әй әжем, қараңғы әжем. Мені ауру ғой деп тұрмысыз? Ауру түгіл дәнеңем де жоқ. Сап-саумын. Әжемнің әжімді маңдайынан шөп еткізіп бір сүйдім де жүгіріп тысқа шығып кеттім. Шіркін, бүгінгі кеш қандай әсем еді. Ай жарық, аспанның тұп-тұнық көк жібек шатыры бар жиһазын тағынып мөлдіреп тұр. Клуб жақтан гармон үні, балалардың шуылдап ойнаған дауыстары естіледі. Бойымда керемет бір жігер оты лапылдап, солай қарай бет алдым. Ай нұрынан орнаған күміс көпір белдеулеп бет алдымда, ауылдың дәл іргесінде өзен жатыр жарқырап. Мөп-мөлдір мына ғажап дүние. Ұш, самға деп қолтығымнан қанат бітіретін, арман нысанасына қарай алып ұшатын тәрізді. Лаула, лаула жігер оты, самға, қиял құсы. Асығатыным да, аңсайтыным да ертеңгі болашағым.